Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен дәріхана аптека арнасы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Бүгінгі тақырыбымыз сұлы сүті және сұлының өзі, яғни дәндері туралы пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Осы сұлы сүтін, яғни ұнтағын ішіп жүрген адамдар болса, міндетті түрде комментария бөліміне кіріп, өзіңіздің нәтижеңізбен бөлісіп жаза кетіңіздер және өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Сұлы не үшін пайдалы? Оны не үшін ішеміз? Қалай ішеміз? Дәріханадан қанша теңгеге аламыз? Осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Ең бірінші, сұлы сүті екі түрі болады. Бұл дайын түрі. Ашып көрсететін болсам, ұнтақ түріндегі ақ, бұл дайын, яғни ұнтақталған дайын сұлының сүті. Сүті деп аталады, бірақ ұнтағы. Ал мына жерде сұлының дәні. Бұл жерде тазартылған, жуып қажеті жоқ, тек қана алып, қайнатып, ішіп, суын ішесіз тұндырып. Қазір толық ақпарат беремін, не үшін, қалай қолданатыны туралы. Ал кез келген дәріханадан осы екі өнімді сіз 500 теңге аралығында ғана аласыз. Яғни 500-ден аспау керек бағасы. Сұлы сүті 500 немесе 480, ал сұлының өзі дәндері 400 теңге болуы мүмкін. Әр аптекада, яғни дәріханада баға әр түрлі. Сондықтан сұлы сүтін ең бірінші пайдаланар кезде міндетті түрде нұсқаулықты оқып алыңыз. Сұлының ең бір пайдасы бұл 100% табиғи өнім, яғни табиғи өнім дегеніміз құрамында витаминдер, яғни дәрумендер, минералды заттарға өте бай. Сондықтан қандай ауруға пайдалы екенін мына жерде өзі жазылып тұр. Керекті описание деп аталады, яғни қолданылу жолдары. Сұлының құрамында белсенді ферменттер А, Е, С витаминдері және В1 витамині бар. Белоктар кездеседі. Тирозин, холин, эфир майы, минералдық заттар фосфор, калий, магний, мыс, темір, кобальт, марганец, цинк және күкірт, бор және йод сияқты микроэлементтер осы сұлының құрамында кездеседі. Яғни өте пайдалы 100% табиғи өнім деп айтсақ болады. Дәрумендерге толы, минералдарға толы, яғни ағзаңызға 100% әсер етеді. Енді бұны қандай ауруларда қалай ішеміз, соны айтып берейін. Сұлы сүтін және сұлыны қандай ауруда қолданамыз? Жалпы сұлы денеге күш береді, иммунитетті көтереді, әлсіздікті жояды және жыныс бездері жұмыстарын қалыптастырады және потенцияны көтереді. Зат айналуларын қалпына келтіреді және иммунитетті күшейтеді дедік. Ағзаның қорғау қызметтерін және өзін-өзі тазалау қабілеттерін көрсетеді. Бұл дегеніміз ағзаңызды тазалайды, бауырға, асқазан ішек жолдарына өте пайдалы. Және дене массасы бір қалыпты нормаға келуіне әсер жасап, май алмасуын қалпына келтіреді. Бұл яғни үлкен артық салмақпен күресіп жүрген адамдарға арналады. Осы сұлыны ішу арқылы сізде бірнеше килограмм тастауыңыз мүмкін. Және қандағы қант деңгейінің төмендеуіне себеп береді. Тері, тырнақ сияқты шаш үлгілерін жақсартады. Себебі бағана айта өттік, сұлының құрамында минералды заттар және витаминдер бар деп. Оның барлығы адамның организміне жақсы әсер етеді, яғни оң нәтижесін береді. Сұлы сүтін қалай дайындаймыз? Ол үшін сіз қайнатылған 1 стакан суды бөлме температурасында жылытып қоясыз. Қайнаған ыстық суға емес, жылы суға осы ұнтақтан үлкен ас қасықпен 1 ас қасық аласыз және 1 стакан жылы суға салып толығымен араластырасыз. Сосын дайын болған сұлы сүтін күніне 2-3 рет тамақтануға дейін 30-40 минут алдын ала қолданасыз, яғни тамақтың алдында ішіп аласыз. Дайындалған қоспаны, яғни түбіне дейін араластырып, дұрыстап ішіп алу керек, толыққанды ішу керек. Осы сұлы сүті өнімін сіз 1 ай көлемінде қолданып көріңіз және нәтижесін 1 айдың ішінде байқайсыз.
яғни пайдалы жағын осы комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Бүгіннен бастап ішіңіздер, ағзаңызды витаминдерге, минералдарға толтырыңыздар және табиғи өніммен ешқандай химиялық қоспа қосылмаған осы сұлы сүтін пайдаланып көріңіздер. Бұл жаңағы ұнтақ күйінде дедік, ал енді дайын дән түрінде осы туралы ақпарат бере кетейін. Бұны қалай қолданамыз, қалай қайнатамыз, толық ақпарат беремін. Келесі сұлымыз, яғни дақылдары, дәндері. Бұл сұлы жуылған таза десек те, қолданар алдында бір рет жуып жергеніңіз дұрыс болады. Бұл сұлының жаңағы сұлы сүтінен ешқандай айырмашылығы жоқ, тек кесек, дәндері, құрамы барлығы бірдей. Мына жерде қазақша нұсқаулығы жазылған, мына жақта қазақша, мына жақта орысшасы жазылған. Анықтап ашып көретін болсаңыздар, құрамында клетчатка, ағзаға керек ақуыз, амин қышқылдары және эфирмайлары, жаңағы мен айтқан дәрумендердің барлығы бар. Және бұл жерде жазылған ағзадағы керексіз қалдықтарды сыртқа шығаратын, зат алмасуды жақсартатын, салмақты және асқазан бауырының жұмысын қалпына келтіретін ең үздік зат болып табылады деп тұр. Яғни тағы да айта кетем, сұлы 100%-ық табиғи өнім. Бұны пайдаланыңыздар, ішіңіздер. Ағзаңызға пайдасы тиеді 100%. Дайындау әдісі және қабылдау тәсілі. Құрметті оқырмандар, міндетті түрде мен сіздерге айта кетейін, дәріханадан дәрі алғанда немесе басқа да заттар алғанда міндетті түрде жарамдылық мерзіміне қараңыздар. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен жағдайда қолданбайсыздар, ол керісінше ағзаға зиян келтіреді. Жарамдылық мерзімі мынандай жерлерінде көрсетілген, яғни 23 жылы 12 айда шығарылған, яғни 3 жыл немесе 2 жыл бұны қолдануға болады. Ал қолдану тәсіліне келетін болсақ, ішке қабылдау кезде мына жерде жазылған 100 грамм жуылған сұлы дәндерін эмальді немесе шыны ыдысқа салып 900 мл қайнаған суды құяды. Қақпағын жауып 15 минут су моншасында қайнатасыз. Бөлме температурасында 45 минут тұндырып қоясыз. 2 қабатталған дәкемен немесе арнайы сүзгіш затпен сүзіп алып, қалған шикізатты сығып аласыз. Алынған тұндырманы салқын және қараңғы жерде сақтайсыз. Тұндырманың жарамдылық мерзімі 2 тәулік, яғни 2 тәулік ішінде сіз бұл тұнбаны ішіп бітіруіңіз керек. Асқа дейін 15 минут алдын ала 100 мл-ден күніне 4-5 рет қабылдайсыз. Қолданар алдында шайқап араластырасыз. Қалған дәнді қараңғы жерде, құрғақ жерде сақтайсыз. Бөлме температурасы 25 градустан жоғары болмау керек. Құрметті достар, менің сіздерге берген пайдалы ақпаратым осы. Пайдалы деп ойлаймын. Сіздер үшін осы тұнбаны және сұлы сүтін қолданып жүрген жандар, сіздер міндетті түрде комментария бөліміне жазып кетіңіздер пайдасын. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.